Сәлеметсіздер ме? YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үліпілдеп тұрған домалақ бауырсақ пісіремін. Бізге керегі 350 грамм сүт, 350 грамм су, 2 жұмыртқа, 1 шай қасық толтырып қант саламыз, және 1 шай қасық тұз. 50 грамм сары май, 30 грамм дрожжи. Бәрін салып, жақсылап араластырып аламыз. Және 900 грамм ұнды електен өткізіп, нанды жұмсақ қылдырып иілейміз. Иілеп болғаннан кейін бетін қолымызға майды құйып алып, жақсылап басып шығамыз. Қамырымызды жақсылап басып, жылы жерге орап қоямыз. Көтерілген қамырды тағы да бір басып, екінші қайта көтерілгенше орап қоямыз. Столымызға жақсылап ұнды сеуіп, екінші рет көтерілген нанымызды төгемізде, ұнға жақсылап аунатып, екіге бөліп домалақтап аламыз. Енді қамырымызды жаямыз. Бізде ұнның көп болу себебі, бізде нанымыз өте жұмсақ, ол және оқтауымызға жабыса береді. Сондықтан ұнды көп сеуіп отырмыз. Аса қатты жұқартпай жайып аламыз. Енді осы жайылған қамырымызды дөңгелетіп кесіп аламыз. Кесілген бауырсақтардың бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Енді табаға майымызды құйып, жақсылап қыздырамыз. Бауырсағымызды салып, бірден екінші жағына аударып аламыз. Бірден екінші жағына аударсақ, біздің бауырсағымыз домалақ болып піседі. Содан екі жағын сарғайғанша аударып пісіріп алып отырамыз. Міне бауырсақтарымыз осындай сап-сары домалақ болып пісіп жатыр. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Астына отзыв жазыңыздар. Сіздерден отзыв күтемін. Ас болсын.